Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде сөйлемге ерекше рең беретін so және such есімді сөздермен танысатын боламыз. So және such сөздерінің негізгі беретін мағынасы сондай, өте, тым және тағы басқа. Бірінші so сөзіне тоқталайық. So көбіне сын есім және үстеумен қатар қойылып қолданылады. Мысалға, Айша is so smart. Айша өте ақылды, немесе сондай ақылды. Гүлмира is so beautiful. Гүлмира өте сұлу. Do I speak so much? Мен соншалықты көп сөйлеймін бе? Әлбек drives the car so carefully. Әлбек машинені сондай мұқият, өте мұқият айдайды деген сөйлемдер. Such сөзі сөйлемде adjective plus noun құрылымы түрінде қолданылады. Мысалы, you are such a wonderful friend. Сен сондай керемет, тамаша доссың дейді. Екінші мысал, Қазақстан is famous for such a beautiful landscape. Қазақстан өзінің сондай әдемі ландшафтымен әлемге танымал деген сияқты мағынада берілген. Бұл such сөзін сөйлемде қолданудың бірінші түрі. Such сөзін қолданудың екінші түрі such plus noun. Such-пен қатар зат есім бірге қолданылады. I promise I will not make such a mistake. Мен уәде берем, ендігәрі бұндай қателікті қайталамаймын дейді. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да құрылымдар жайлы толығырақ хабар беретін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше